қозғап отырайық. Үшінші Жысырынан келген Қалбаев Алиді ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім. Аламанға бақсынап міне келдім. Таныстырып өтейін мен өзімді, маржан сөзді жүректен мен детедім. Шапалақтап қойыңыздар мені қолдап, аты жөнім Руслан ұлы Али Болат. Кіші жүз мен адайдың баласымын, бұл менің бәйімбеттен сәрі болады. Бәйгеге түсем бүгін ел атынан, демегін ұшу үшін қанатымнан. Бойымдағы өнерді бағалаңыз, көрінерде жетелеп биік шыңнан. Бәрекелді, Али деген бір кәдімгі сахнаның гүлі әншілікте сияқты болып келіп тұрмыз. Асық сұрауы, кез келген сұрауы. 11-ші билет. Ана алдында тұр. Сұрақтарын оқи қояйық. Жеті ата қалай тарайды? Өзіңнің жеті атаңды атам. Жеті ата әкеден тарайды. Ол жеті ата, түбата, тегата, баба, арғата, ата, әке. Ал өз аталарым Руслан, Абай, Өмірзақ, Шуақбай, Тағар, Салым, Қабақ. Қошеметтеп қояйық. Мақалым. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Керемет, отансыз адам. Ақын емессің бе, жыруан еді, мақтатына жұртқа. Айтсам айтырмын қанжайды, жұртқа жасырған ісіңді, қарапайым халықтың ақсыңды, табаныңа таптамадың ба мына жұртты? Хан емессің, қасқырсың, қасылбассың, осқырсың, достан келіп табалап, дұшпаның келіп басқырсың, хан емессің, аяnsың, айырқұрлық шаянсың. Ай Махамбет, тоқта, жетті енді. Мен осы өлең жолдарынан Махамбет Өтемісұлының ойынан айтсаңызды, батырлық пен батылдықты және оның ойынан тыс мінез қасиеттерін көрдім.